Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге таңғы асқа оладьи жасайтын боламыз. Оладьиларымыз бір жасағаннан мінсіз болып шықты. Дәмі өте керемет, пышный болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, біркелкі болғанша қозғап аламыз. Үстінен қантымызды салып, қантымыз ергенше тағы да қозғап аламыз, жақсылап. Толық рецепті описанияға қалдырып кеттім. Көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, 2 еселеп көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз жақсылап, біркелкі болғанша. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Бөлме температурасындағы жылы айранымызға содамызды қосып, тағы да араластырамыз және массамыздың үстіне құйып, біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Сүтпен де жасасаңыздар болады сіздер. Мен бүгін айранмен жасадым. Өте керемет болып шықты. Үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Және алдын ала дайындап қойған ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан салып, біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Міне осындай қоймалжың масса шығады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Осындай масса шығады. Дайын массамызды 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Отымыздың үстіне табамызды қойып, орташа отта табамыз қызған соң май жағып алдым бір рет. Осылай бір-бір қасықтан дайын массамызды құйып, оладьимізді пісіре бастаймыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, артық май құймадым. Оладьиларымыздың беті міне кішкене тесікшелер пайда болған кезде, екінші бетін ауыстырамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осылай пісіре бересіздер. Міне арасын өздеріңіз көргенде міне пышный болып шықты, сондай керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай жасалуы. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Балалардың да, үлкендердің де өте сүйіп жейтіні белгілі. Мен үстіне шоколад құйып шықтым. Қаласаңыздар, вареньемен болмаса жеміспен жей берсеңіздер де болады. Ас болсын, сау болыңыздар.